келіншегіме айтпай тағы неке құрсам бола ма дейді Алмаз. Быт жытыңды шығарады, шпагатыңа отырасың. Саған сол керек па? Сау басыңа сақина тілеп, ол дұрыс нәрсе емес. Ана Дарын Мұбаракты көріп алып, барлықтарың 4 қатыны бар, 31 баласы бар деп, сол арман болды талай қазаққа. Басты қатырмаңдар. Елдің бәрі дарын емес, сен де дарын емессің. 31 бала болу шарт емес. Оның бәрін бағу керек, асырау керек. Ертең 31 бала 30 жақтан тартқанда 7 балаң нан сұрайды, әзірейіл жан сұрайды деп бытшытың шығады. Сондықтан еліктейтін нәрсеге еліктеңіздер өзі. Білімге, ғылымға, неге жақсылыққа еліктемейсіздер, қатын алуға еліктейсіздер. Қазақ байса қатын алады деп, не қатын алудан басқа тема жоқ па не біздің мемлекетімізде? Мемлекетіме қандай көмек жасаймын, не жасаймын, елге не істеймін деген сөз сұрақ қоймайсыздар ма? Не керек бар сіздерге? Қатын алам. Өмірдің бәрі қатынмен есептеліне ме не? Қатын алған талайын көріп жүрмін. Семьясының ойраны шығып жатыр. Сондықтан айналдым сол. Ең дұрысы барыңмен басыр бол. Сау басыңа сақина тілемей, тыныш жүрсең, тоғы жүресің, айналып көп жүресің. Сол жер тыныш. Сол әйеліңнің юбкасы қасы жер жылы. Сол жерде отыра бер, басыңды қатырмай.